имандылық бұл әрбір ақылдыға парыз болған нәрсе. Яғни адам баласының ақыл есі сау болатын болса, ақылында кемістік жоқ болатын болса, ол адамға парыз болатын дүние иман парыз. Сол ішінде ең бірінші иманның парыз болу шарттары ақыл есі сау болу керек. Иман парыз болғаннан кейін ғана, яғни иманға келген соң ғана ғибадат парыз болады. Біз христианға, яһудиге, атеистке, тәңіршілге, сол сияқты басқа дінде буддистке адасып жүрген адамға барып, намаз оқы, садақа бер, зекет бер деп айтпаймыз. Олармен бірінші иманға келтіреміз. Яғни Алланың бар екендігін, бір екендігін, және Құран Алланың кітабы екендігі, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам оның елшісі екендігіне сендіреміз. Яғни соған дәлелдерді келтіреміз. Сол кезде ғана ол не болады? Мұсылман болып саналады. Енді адам баласы иманға келгеннен кейін ол адамның не болады? Амалдар парыз бола бастайды. Намаз оқу керек болады, ораза ұстау керек, қажылық жасау керек, зекет беру керек. Сол сияқты Алла тағаланың әмірлерін орындап, тыйымдарынан тыйылу керек болады. Міне осы амалдардың барлығын қайырлы, салиқалы амал, салих амал деп айтамыз. Себебі Құран кәрімде Алла тағала былай деп береді: Астағфируллах. Инналлазина аману ва амилус салихат инна ла нудиу ажра ман ахсана амала. Сондай-ақ иман келтіріп, игі іс істегендерге келсек, біз игі істер істейтіндерді, яғни салиқалы амал жасайтындардың сауабын мүлде зая етпейміз дейді Алла тағала. Каф сүресінің 30 аятында. Құранда Алла тағала өзіне иман етуді айтқан кезде уа амилус салихат, және салиқалы амал жасайтындар деп сипаттап өткен. Инналлазина аману, Аллаға, сондай Аллаға шын мәнінде иман келтіргендер, және уа амилус салихат, салиқалы амал жасағандар деп, салиқалы амалды иман етумен бірге көбінесе Алла тағала Құранда баян етеді. Яғни иманы бар адамның салиқалы амал жасалмауы мүмкін емес. Яғни иманның амал нәтижесі екендігін баяндайды. Бірақ осы аятты уахабизм сияқты, кезіндегі хавариш сияқты теріс адасқан діни ағым өкілдері бұл амал иманның бір бөлшегі деп түсінеді. Амалды, яғни намаз, ораза, зекет, оның барлығын иманның бір бөлшегі деп түсінеді. Және намаз оқымайтын адамдарды кәпірге шығарады. Ол өздерінің бүкіл кітаптарында жазып тұр. Намаз оқымайтын адам кәпір дейді, болды. Басқа зекетке, оразаға талас болуы мүмкін, бірақ намаз оқымайды ма кәпір, себеп салдары қаралмайды. Бірақ ахлу сүнна уәл жамаада имам Абу Ханифа рахмуллах, біз Абу Ханифа масқамыз санамыз. Ол кісі салаф салих, ахлу сүнна уәл жамааттың ғалымы. Ол кісінің кітаптарында амал иманның бір бөлшек емес, одан бөлек нәрсе екендігін дәлелдеп, Құран аяттарымен, хадистермен түсіндіріп, оны біз ақида сабақтарымызда да өттік. Мысалдар береді. Адамның бойынан амал түсетін уақыттар болады. Ер адамдар мысалы ауырып қалуы мүмкін, басқа жағдай болуы мүмкін, намаз оқымайды, өзір жағдай. Ол кезде Алла тағала оған рұқсат беріп тұр. Немесе әйел адамдардың жағдайы, намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын халдері. Алла тағала рұқсат беріп тұр, ол ғибадатты атқармауға. Ол жерде айтпаймыз дейді. Алла тағала оның иманын алып тастап отыруына рұқсат берді деп айтпаймыз. Яғни қысқаша Құранда Алла тағала иманмен бірге амалды айтуы, ол иманның бір жемісі, иманның бір көрінісі екен, құрметті жандылар. Сол үшін де мұсылман адамның амал етуі, Алла тағаланың әмірлерін орындауы, тыйымдардан тыйылуы бұл маңызды болса. Күфірге кірмесе де үлкен күнәға түседі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде, Бұхариде келген хадисте былай дейді: Ятбаул майита саласатун,
мәйітке 3 нәрсе ереді дейді. Қайтыс болған адамға мәйітке 3 нәрсе бірге барады, ереді. فَيَرْجِعُ إِثْنَانِ وَيَبْقَ مَعَهُ وَاحِدٌ. Екеуі қайтады, тек біреуі ғана сол мәйітпен бірге болады дейді. يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. Онымен баратын, мәйітпен баратын 3 нәрсе, оның әхлі, яғни бала шағасы, туысы, дос-жараны, وَمَالُهُ, оның жинаған дүниесі, وَعَمَلُهُ, оның атқарған салиқалы амалы. Осы үшеуі мәйітпен бірге қабірге дейін барады. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, оның бала шағасы, дос-жараны, туысқаны қабірден бері қарай қайтады. Және وَمَالُهُ, жиған терген мал мүлкі, дүниесі де қабірден былай қайтады. وَيَبْقَ عَمَلُهُ, тек қана оның жасаған амалы, іс-әрекеті ғана бірге қабірге барады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан сияқты, адам баласы дүниеден өткен соң қабіріне баратын тек қана бір-ақ нәрсе, ол осы өмірде жасаған іс-әрекетіміз. Я жақсы іс-әрекет жасаймыз, немесе жаман іс-әрекет жасаймыз, соның жемісін көретін орын екен. Енді бұл салиқалы амалдардың ішіне 5 уақыт намаз ең бірінші. Мұсылманның атқару керек болған, Алла тағаланың парыз еткен салиқ амалдардың ішінде ең бірінші тұратыны әрине ол 5 уақыт намаз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда исламның шарттарын айтқан кезде осы намазды бұйырған. Көптеген хадистерінде және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз көзімнің қарашығы деп атаған. Құранда 87 жерде намаз оқуды бұйырады. Яғни Алла тағала Құранда 87 жерде «Уақимус-сала» намаздарында өтеңдер, атқаныңдар деп бұйырады. Осы жерде «ақама» сөзі бұл Алла тағала «Ақимус-сала» намаздарында атқаныңдар, қалаңдар деп айтты. Ақама етістігі бір нәрсені тұрғызуға қолданылатын сөз араб тілінде. Яғни бір нәрсені қалап, соны тік тұрғызатын нәрсені айтады. Енді намазды оқыңдар деп айтқан жоқ, қалаңдар, тұрғызыңдар деді. Яғни мұсылман баласы күнде әрбір уақыттың кіруімен сол күннің намазын қалап шығады. Яғни үй салған сияқты, қамал салған сияқты, осы намаз арқылы не істейді екен? Атқарып, қалап шығады екен. Ибн Масуд радиаллаху анху былай дейді: «Сәлту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрадым дейді: «Әйгіл әмәл әхабба илаллах». Қайсы бір амал, қайсы бір іс-әрекет Алланың алдында сүйіктірек деп сұрадым дейді. Сонда қала ас-салату аля уақтиха. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты дейді: уақытында атқарылған намаз деп айтты дейді. Яғни қайсы бір Алла тағаланың алдында жақсы амал, ең сүйкімді амал бұл уақытында атқарылатын намаз екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бұл хадис Бухариде және Муслимде риуаятталады. Себебі Құран кәрімде Алла тағала нағыз ер жігіттерді, риджал, еркек, орыс тілінде мужик дейді, қазақша еркек дейміз, жастардың тілімен айтатын болсақ жігіт дейміз, жігітше, еркекше сөзінде тұрасың ба, еркексің ба деп сипатталады ғой. Құранда сол еркекті сипаттаған аят бар еді. Бұл аятта Алла тағала нағыз еркекті былай сипаттайды: Астағфируллах, риджалун ла тулхихим тижаратун ва ла бай'ун ан зикриллах ва иқамус-салати ва ита'iз-закат яхафуна йауман татақаллабу фихи л-қулуб вал-абсар. Риджалун, нағыз еркектер, нағыз ер жігіттер. Олардың күн көріс көзіне айналған саудалары, яғни алу-сату істері оларға Алланы еске алуына не істемейді? Намазды атқаруына және зекетті беруіне бөгет болмайды. Яғни Алла тағала осы аятта нағыз еркектің сифаты риджалун, нағыз еркектер олардың жасап жатқан саудасы, дүниелік ісі және
атқарған намазы, ұстайтын, беретін зекетіне істемейлі, Алланы зікір етуіне олардың жасап жатқан іс-әрекеттері кедергі болмайды дейді. Себебі олар сондай еркектер, яхафуна яуман, олар қиямет күнінен қорқады. Ол қандай күн? Татақаллабу фихил қулуб уал абсар, ол күнде жүректер және көздер дірілдейтін күн дейді. Яғни қиямет күнінен қорыққандығы үшін жүрек пен көздер дірілдейтін, Алланың алдында есеп беретін күннен қорыққандығы үшін оның жасап жатқан саудасы Алланы еске алуға, намаз өтеуге, зекет беруге кедергі болмайды деп, нағыз ер жігіттің сипатын Алла тағала солай баяндаған екен. Енді осы 5 уақыт намаздың маңыздылығы қазақ халқының тарихында да, жыр дастандарында да атап өткен. Мысалы айтатын болсақ, Бұқар Жырау деген Абылай ханның кеңесшісі, көмекшісі, үлкен ғалым кісі болған. Сол кісі атақты өзінің тілегінде былай деп айтады: 5-ші тілек тілеңіз 5 уақытта без намаз, бірі қаза болмасқа деп айтады. 5-ші тілек тілеңіз 5 уақытта без намаз, біреуі қаза болмасқа. Шортанбай Қанайұлы деген бабамызда құбылаға бас қоймақ мұсылманның тарығы, ораза намаз қаза қылмасаң, көңіліңде Құдай барлығы деп айтады. Абай атамызда руза, намаз, зекет, хаж талассыз іс, жақсы болсаң жақсы түп, бәрін тегіс деп айтады. Яғни осы иман менен, ислам дінімен тәрбиеленген, оларды өмірлік шырағы еткен ата-бабаларымызда өздерінің өлең шумақтарында, халқына, еліне айтқан тілектерінде намаздың маңыздылығын біздерге не істейді, білдіреді. Мына телефон кімдікі? Азыр айтып отқан? Өшірек телефонда. Мына мешітке кірген кезде, құрмет жамағат, әр жердің өзінің тәртібі бар. Сен акиматқа барсаң, спортивный болып кіре алмайсың әкімнің алдына. Сол сияқты әр жердің өзінің тәртібі бар. Мешітке кірген кезде телефон, дүниеге байланыстыратын бүкіл нәрсені өшіріп тастау керек. Мешітке келудегі мақсат Аллаға сәжде жасайын, дұға жасайын, ғибадат жасайын деп келген соң мән беруіміз керек, құрмет жамағат. Одан шыққан дыбыс тек сіздің намазыңызға ғана кедергі болып саналмайды ол. Қасыңызда біреу намаз оқып отқан шығар, біреу Құран оқып отқан шығар, хушуқпен, оған да кедергі жасайды. Өзіңізге ғана кедергі емес, біреудің де сауабын азайтуға себепкер боласыз да. Сол үшін мешітке келген кезде міндетті түрде телефонның дауысын өшіріп, керек болатын болса авиарежимді қосып тастайық. Алладан артық, Аллаға байланыс құрам деп келген соң басқамен байланысты үзу керек. Осыған аса мән берейік. Яғни құрмет жамағат, бұл қайырлы амалдардың ішінде ең маңызды болғаны, өзекті болғаны әрине бұл ең бірінші не екен? Намаз. Намаз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан сияқты көзімнің қарашығы дейді. Осы намазға қарай бет бұруға, туған туысқандарымыздың, ағайындарымыздың, достарымыздың маңдайының сәждеге тиюіне себепкер болуға біздер не істеуіміз керек? Тырысуымыз керек. Реті келгенде, ыңғайы келгенде, күллі мақалин мақамин дейді ғұламалар. Әрбір сөз орынға байланысты айтылады. Ретін күтіп, ыңғайын күтіп, соның жүрегіне әсер ететін бір сөзді айтып, сол кісілердің намазға келуіне себепкер болуымыз керек. Орынсыз мазаламауымыз керек. Орынсыз сен тозаққа кіресің, намаз оқымасаң, тозақтың түбінде жанасың, бірдеңе қорқытып дінге шақыра алмаймыз. Иманның шартының ең біріншісі ақыл деп айттық жоғарыда. Ақыл сана арқылы келу керек адам. Ақылымен осы дүниенің пәни екендігін, ертең қиямет бар екендігін түсінетіндей деңгейде өзінің санасымен келген кезде оның иманы күшті болады. Ақылсыз қорқумен келсе, 40 жыл өтсе де орамалын шешіп тастайды ол. 20 жыл өтсе де иманнан айырылып қалу қорқумен келгенді. Сол үшін де Алла тағала Құранда айтады: «Ла икраха фид-дин». Дінде зорлық жоқ. Тағы бір аятында қаласаңдар бәрі мұсылман болыңдар. Алланың еш нәрсесі артпайды. Қаласаңдар бәрлерін күфір етіңдер, Аллаға кәпір болыңдар. Алланың еш нәрсесі кеммейді. Иманның бірінші шарты ақыл. Сондықтан біз жақынымызды Құдайға мінәжат қылсын, дінді түсінсін деп шақыратын болсақ, қорқытумен емес,
өзінің парасатымен, санасымен, ақылымен келуге себепкер болуымыз керек, құрметті. Өйткені бұл намаз, ораза Алла тағаланың парыз еткен амалдарының бірі болса, онсыз болмайды мұсылман адам. Мұсылман адамның белгісінің бір сипатының бір белгісі болып саналады. Бірақ намаз оқымаған адамды кәпірмен айыпталмайды. Қашан оның парыздығын жоққа шығармайынша. Оны да ескеріңіздер. Екінші қайырлы амал бұл осы Алланың әмірінен кейінгі тұратын әмірлер, бұл ата-анаға жақсылық жасау екен. Яғни дүниеге келуге себепкер болған ата-ананың батасын алу, оларға жақсылық жасау, оларға құрмет, сыйлық беру, құрметтеу, олардың сөзін сабырлықпен тыңдау, бұл да қайырлы амалдың негіздерінен болса. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ридаллахи фи ридалил валидайн, Алланың ризалығы, Алланың разылығы ата-ананың разылығында дейді. Ва сахатуллахи фи сахатил валидайн, Алланың ашуы бұл ата-ананың ашуында дейді. Тирмизиде риуаят етілген. Яғни бұл дегеніміз, құрметті жамағат, ата-ананың ислам дінінде Алланың ақысынан кейінгі, яғни Аллаға серік қоспаудан кейінгі Құранда әмір етілген, оларға жақсылық көрсету керек болған болып саналады. Себебі ата-ананың ақысы бұл өмірге келуге себепкер болған, бала кезімізден бізді тәрбиелеп, көтергеннен бастап қарнында, дүниеге келгеннен бастап жүрегінде, өлгенге дейін сақтап өтетін осы біздің ата-анамыз екен. Олар сияқты жанашыр, олар сияқты бізге тілеулес басқа ешкім болмайды екен. Сондықтан осы ата-анаға деген құрметті көбейтуіміз керек. Қоғамымызда, заманымызда, бүкіл әлемде бұл нәрсе қалып бара жатқан нәрсе. Тіпті сол ата-анасымен бірге жүруге, ата-анасымен бірге базарға баруға, ата-анасымен бірге тойға баруға ұялатындар бар. Ұялады. Ол дұрыс емес. Мақтануымыз керек әке-шешеміздің тірі жүргеніне, көз алдымызда жүргеніне. Оған жақсылық жасап үлгеріп қалуымыз керек. Сол сияқты діни сенімге байланысты әке-шешесімен байланысын үзіп жүрген надандар бар. Діни адасу сеніміне байланысты. Ислам діні ондайдан пәк. Ислам діні бойынша жоғарыда айтқанымыз сияқты намаз оқымаған адам кәпір болмағандығы үшін намаз оқымайтын ата-ана да мұсылман. Біз көптеген мектептерге, ата-аналармен кездесулерге барған кезде, баласын намаз оқуына қарсы болған ата-аналар болады. Неге қарсы болып отырсыздар деп сұралған кезде, менің баламның жаңағы теріс діни ағымға кіріп кете ме деген уайыммен қарсы болып жатырмын дейді. 90%. Мен Аллаға сенбегендіктен, пайғамбарға сенбегендіктен емес, сенем Аллаға, сенем пайғамбарға, сенем кітабына сенем. Бірақ сол баламның теріс діни ағымға өтіп, жаңа қолына қару алып, болмаса басқа нәрсе жасап, адасып кете ме деген уайыммен балама намаз оқуға қарсымын деп шешімін айтады. Бірақ бұл шешімдері дұрыс емес. Қате шешім, қате таңдау, ол баланың одан сайын адасуына себепкер болады. Керісінше ондай дінге қызыққан балаға қолынан жетектеп мешіттегі имаммен таныстырып, діни фундамент қалыптастыру керек. Ертең өскеннен кейін де ол өзінің діни бағытын біледі, адаспайды. Осы адасушы топтардың ішінде сол ата-анасын кәпірге шығаратындар бар. Алла сақтасын. Менің әке-шешем намаз оқымайды, кәпір, мөптәди, бидағат иесі, әхлі тозақ. Өзіне жәннат гарантиялап қойған сияқты, тозақи көзқараспен қарайды, солай байланыс құрады. Құранда аят бар, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Алла тағала өзіне ғана ғибадат жасауды бұйырды, және ата-анаға жақсылық жасауды бұйырды деген аят. Ислам дінінде шариғи үкімдерде мынандай фәтуалар келеді. Әке-шешесі кәпір болатын болса не істейді? Бұл оқиғалар сахабалардың бастарынан өтті. Тек қана кәпір болған жоқ. Ислам дініне қарсы соғысқа шыққан кісілер болды, кейбіреулердің атам. Сонда мүшрик болса да, ол сені дүниеге келуіңе себепкер болды, оған жақсылық жаса деп айтады пайғамбарымыз. Яғни жақсылық жасау бұл ұрпақтың міндеті. Ол ашық басқа діннің өкілі болса да.
Себебі ол мен байланыс құрмай кету, ата-анамен байланысты үзу бұл ауыр қасірет. Бұл өте орынсыз нәрсе. Ата-анамен байланыс құрмау, туысқандармен байланысты үзу бұл нағыз надандық және ақымақтық. Ислам дінінде ата-ананың рөлі өте жоғары, сол сияқты туысқандықтың да рөлі өте жоғары болып саналады, құрметті жандылар. Алла тағала баршамыздың қайырлы істерімізді көп жасауын нәсіп етсін. Қасиетті Рамазан айы келе жатыр. Бұл айда шайтандар тізгінделеді. Бұл айда салиқалы амал өте көп жасалады. Құран айы, көптеген Құран хатым оқылады. Көптеген мұсылмандардың жүрегі тазаратын, бір жылда не істеп есін жия алмай жүрген адамның есін жиятын, тәубеге келе алмай жүрген адамның тәубе ететін қасиетті, берекелі ай. Осы айда Құдай қаласа, осы өзіміздің Атыраудың Береке медресесінен қариларды алдырып жатырмыз. Жас қарилар, осы Атыраудың месне жігіттері. Сол екі қари иншалла бізге келіп Құран хатым түсіретін болады. Сол тарауих намазына қатысуларыңызды сұраймыз. Сол сияқты осы айда көптеген адамдар жаңадан намаз бастайды. Дінге келуіне себепкер болуға тырысайық. Дінге келуіне себепкер болып, осы Рамазан айымен 5 уақыт намазға бет бұруына себепкер болуына тырысайық. Әсіресе өзіміздің жақындарымызға, туысқандарымызды, достарымызды ертіп алып келейік. Ұялмайық. Менің сөзім өтпей қала ма, басқа бола ма жоқ. Күнде айтайық, кел тарауихқа кел, уағызға кел, намазға кел деген сияқты. Себебі бұл айдың берекесі өте жоғары. Көпшілігіміз қасиетті Рамазан айының берекесімен, себебімен намазға келген болатынбыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.